Достар, баршаңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге өте оңай дайындалатын және де ет жоқта сіздерді құтқаратын осындай өте дәмді кешкі ас немесе түскі астың рецептімен бөліскім келіп отыр. Үйлеріңізде ет таусылып қалса, асқабақ пен картоп болса, міне осындай дәмді кешкі ас дайындауға болады. Өте дәмді болып шығады және де жылдам дайындалатын тағамның бір түрі. Осы тағамды дайындап көруге сіздерге кеңес беремін. Ал видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Ол үшін енді бірінші біз қамырын дайындаймыз. Қамырына 150 грамм су мен жарты шай қасық тұз және де бір жұмыртқа қажет. Осылардың барлығын араластырып, 400 грамм ұнның үстіне барлық суымызды құямыз. Және де өте тығыз қамыр илейміз. Қамырымыз біздің тығыз болу керек. Мантының қамырындай осындай тығыз қамыр илейміз. 150 грамм су бізге жеткілікті. Одан артық қоспаңыздар. Осы нарымызды, қамырды жақсылап тұрып илесеңіздер, міне осындай тығыз қамыр шығады. Енді осы қамырымызды 15 минутқа біз бетін жауып қоя тұрамыз. Жақсылап осылай илеп алыңыздар және де бетін жауып қойыңыздар. Нанымыз, қамырымыз дайын болғанша біз ішіне салатын салмасын дайындаймыз. Салмасында менде осындай міне заттар, міне картопымыз бар, асқабағымыз және де пиязымыз. Және де менде осындай көк пиязбен, жасыл пиязбен укропым бар. Соны қосатын боламын. Енді бұның ішіндегі салмасын әртүрлі көлемде турасаңыздар болады. Міне осындай қып картоптың жартысын 3 бөлікке бөліп осындай қып турасаңыздар болады. Тек қана біздің салмасын турағанда, кескенде жұқа болу керек, сонда жылдам піседі. Немесе осындай көлемде мына осындай ұзын қып турауға болады. Әркімнің өзінің қалауы бойынша әртүрлі қып турай берсеңіздер болады. Тек қана жұқа болсын, сонда біздің тағамыз жылдам піседі. Енді асқабақты тураймыз. Асқабағымызды дәл солай картоп тәрізді жұқалап тураймыз. Осылай бірнеше бөліктерге бөліп, жұқалап турай беріңіздер. Асқабақтарыңыз болмаса, картоп пен пиязбен және де жаңағы біздің ас көгімізбен, жасыл пиязымызбен турап істей берсеңіздер болады. Бірақ асқабақтың дәмі өте керемет, ерекше дәм береді. Сондықтан да мен асқабақ қостым. Дәмі өте керемет болып шықты. Менің отбасыларының барлық мүшелеріне ұнады. Етсіз тағам осындай, ет болмағанда тағам дайындап көріңіздер. Енді осылай ас көгімізді, пиязымызды турап аламыз. Енді барлығын үстіп араластырып, үстіне кішкене сұйық май қойып, және де ұзын бұрышын салып, жасап үстіп қысып араластырыңыздар. Мен бұның арасына зира қостым. Зираның дәмі де өте ерекше бір дәм береді. Оны да қоссаңыздар болады. Енді біз қамырды илейміз, қамырымызды жаямыз. Осындай міне бір қамырдан барлық отбасына жететіндей менде мантаваркаға пісіретін боламыз. Мантаварканың 3 табағындай шықты осы бір қамырдан. Міне достар, осындай үлкен болып шығады. Екіге бөліп оқыталасаңыздар да болады. Мен осылай бір ретке ғана жайып, бір үлкен қамыр жасадым. Енді осының үстіне май жағамыз. Май мен сары май қостым. Сары маймен дәмі ерекше болғандықтан маған сары май ұнайды. Сондықтан сары майды ертіп құйып жақтым. Болмаса жай ғана күнбағыс майымен де жаға беріңіздер. Енді осының салмамыздың барлығын үстіп қамырға жайып, жақсылап тұрып, ішіне салған салмасының мөлшерін описанияға жазып қоямын. Осындай толық бір қамырға жететіндей мөлшерін жазып қоямын. Енді осыны ортасына осылай қолмен ашып алып, қамырды бөлгенде ыңғайлы болады сонда бізге. Ортасынан бөлем бір рет. Одан кейін осындай қазір көлемдерін сіздерге көрсететін боламын, қалай бөлетін. Міне осындай тағы да шетінен бөліп, мен өзіміздің жаңағы асымызды формасын келтіріп орайтын боламыз. Кішкентай орамаларды ораймыз. Достар, бұл тағамды мантының көлемі ретінде де істеуге болады. Жаңағы салмаларын кубиктап, кішіректеп турап, кәдімгі мантының көлемінде істеуге болады. Мен тек қана бұл жолы өзіме жылдам дайындалатындай осындай үлкен емес, орташа өркеттерге осындай орама сияқты орап істедім. Сонда асымызды дайындалуы жылдам болады. Бірақ ол маңызды емес, өздеріңіз қалай істесеңіздер де бола береді. осылай бөліктерге бөліп алдым.
міне осындай орап, қатты үлкен емес, қатты кішкентай емес, орама жасайтын боламыз. Бұл тағамның өте дәмі керемет болып шықты. Ет жоқта құтқаратын тағамдардың бірі. Дайындап көріңіздер. Егер де бүгінгі менің сізге видеом ұнап жатса, менің каналымның астына комментарий жазып, лайк басып, тіркеліп қойды ұмытпаңыздар достар. Міне мен соңғысын істеп жатырмын. Осындай шеттерін қыссаңыздар да болады. Ішіндегілер салмасы шығып кетпес үшін. Менде осындай болды. 3 табағы шықты осындай кішкентай орамалардың. Бір үлкен қамырдан. Енді бетіне құятын біз подливасын жасаймыз. Майымды қыздырып қойдым. Енді осының үстіне 2 орташа көлемде пиязымыз турап салып, жасап қорамыз. Пиязымыз жасап қорамыз. Қуырылып алғаннан кейін міне үстіне осындай 2-3 дана сарымсағымыз турап салып, бір қасық, үлкен ас қасықпен томат қосамыз, және де үстіне су құйып 10-15 минуттай біз пиязымызды пісіреміз. Сонда өте жұмсақ болады. Пиязымыз піскен соң үстіне дәмдеуіштерін қосып, міне тұз, бұрыш, осыларды қосамыз үстіне. Дәміне қарай өзіңізде қандай дәмдеуіштер бар, егер соны қоссаңыздар болады. Мен және де осының үстіне бір үлкен ас қасықпен майонез қостым. Сонда біздің подлимыз қою, дәмі өте ерекше болып, әдемі болып шығады. Және де осының үстіне осындай үйде бар ас көкпен жасыл пиязымызды қостым. Үстіне кішкене су құямыз, және де 1-2 минуттай қайнаса біздің подливамыз дайын болады. Достар, міне біздің тағамымыз дайын болды. Өте әдемі осындай орамалар шықты. Енді осы орамаларды 3 бөлікке бөліп, үстіне подливасын құйып, кешкі асымыз біздің дайын болады. Дәмі өте керемет болып шықты. Ет жоқта осындай тағам дайындап көріңіздер. Отбасыларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Өйткені бұның құрамында асқабақ пен картоп және пияз ғана, соның өзінде дәмі өте ерекше болып шығады. Тұзын, бұрышын, дәмдеуіштерін қоссаңыздар, және де зираны қоссаңыздар, өте ерекше дәм береді екен. Достар, дайындап көріңіздер. Отбасыларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Егер де осы тағамым сізге ұнап жатса, осы видеоның астына маған лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Достар, менің каналыма кірсеңіздер, менің басқа да видеоларымды қарап көріп отырыңыздар. Және де қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сау болыңыздар.